Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сізге өте дәмді әрі өте тез дайындалатын манник пирогын пісіріп көрсетемін. Рецепт өте оңай, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа бөлме температурасындағы айранды құямыз. Үстіне қант және ұнтақ жармасын салып, яғни манная крупа жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қопсытқышты ұнға саламыз. Қоспамыздың үстіне ұнды аз-аздан електен өткізіп араластырамыз. Біздің қамырымыздың консистенциясы осындай қою болып шықты. Пирог жабысып қалмас үшін формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағына сарымай жағып шықтым. Қамырды формаға құйып, бетін түзетіп жайып шығамыз. Пешті мен алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Манникті 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Пирогтың толықтай піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп алуға болады. Өте жұмсақ әрі дәмді манник дайын болды. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сымбат, сау болыңыздар.